Barchaga salom. Bugun sizlarga o'zimning boshidan o'tgan bir qiziq, qo'rqinchli voqea haqida aytib bergim kelib tur. Bu ko'pincha yoshlar tingmasa ekan, chet tilini o'rganib o'tirgan. Men endi o'zim koreys tilini o'rganib kelgandan keyin Koreyaga kelmasdan burun Koreyaga qattiq o'shdim, anday o'yimda, yuragimda, dinimning barlig'i Koreya deb turadi. Tek qana Koreya deb. So'ng til o'rganib o'tirgandan keyin programmalar skачать etib, именно Koreyaning adamı men aytmasamda uni kitobda o'zlari eshitib yurgan chiqarsizlar. Негізі дұрыс ол зат сол носитель языка деп айтамыз. Носитель языка мен сояқтың адамымен сөйлесеңіз тез үйренесіз тілін. Соның ұшында менде көпшілікке белгілі бір сайт бар, Мих деген сайт, хамы білетін шығар. Сол сайт скачать етіп, менде неше уақыт пайдаланып жүрдім сол сайтты. Кәріслермен енді сөйлесіп, тілін андай үйренісу үшін содан мен сол сайтта көп достар арттырып, негізі мен нормально кәріс тіліне тез бекемдестім. Қыз бала болғандықтан әрине көбінше балалар жазатын еді. Бір-біріңіздің мемлекетіңіздегі традициялар хақында, культура хақында, сондай хақында сұрасып жазасыздар. Бұдан артығына уже кетуге болмайды. Расын айтсам, шыны керек. Негізі мен ол сайтты просто өзім корейс тілін қатты кәріслерде болып, қатты тезірек сөйлеп кеткім келетін еді. Өзім андай киноларды, программа, ютубтан сондай нелерді көрген кезде қаттыға хауесім келетін еді. Расы. Менің осындай болып сөйлеп кетсем, менің осындай болып сөйлеп кете аламан ба? Андай, например, өзбек, орыс қыздарды көресен, жаңа кәріслерде болып сөйлеп отырған, соларды көріп қатты хауес ететінім расы. Мен де сөйтіп сөйлей алам екенмін деп қатты хауес ететінім. Кәріслермен сөйлесіп, шыны керек, тілім бекемлесті кәріс тіліне. Көп үйрендім мен. Бірақ ол сайтта в основном извращенецлар отырады. Бар 100%-тан 5% нормальный адамлар деп айта аламын. Еркеклерден, қызларды білмедім енді. Еркеклерден в основном 100%, 5% нормальный адамлар бар. Өтірке, айтуыңыз мүмкін, ойбай, ойырда нормальный адамлар бар, мен сөйлестім. Дұрыс, кәріслер андай. Өтірке баста жақсы сөйлесіп неғылады да. Мен ондай ситуацияларды рассказ көп естіп атыппан, көп естікенмен, көргенменен даже көзімменен. Өтірке, кәріслер өтірке сөйлесіп, неғылып, ажағында үйренісіп болғаннан кейін, уже өзлерінің жаңағындай керек емес сатыларын айтып басылайды, мазаңды алып басылайды құлас керек емес сатылармен. Өзіңнің андай деп миыңмен кетіп қалғанын білмей қаласың. Осы уақытқа дейін көп нормальный кәріс көрдім деп айта алмаймын, расы. Өмірде ем, интернетте ем. Енді өмірді онша көрмегеннен кейін интернетте баста нормально сөйлеседі. Хаммесі сондай, баста жақсы болып сөйлеседі, нормально болып сөйлеседі. Жасыратын зат жоқ. Біздердің жасылар, например, тіл үйреніп отырған қызлардың арасында андай корейский сериаларды көріп, корейский айдолларды көріп, қатты андай эйфория менен кәрістің жігітлерді қатты қызғат, ол жасыратын зат жоқ. Қызларда в основном сондай андай корейский сериаларды көріп ал, ойбай, красавчик деп. Кәріслер негізі дорамадағыдай красавчик, ойбай, характер андай романтика деген емес. Вообще, ұлыма ондай сказкаларды миыңыздан пүштіп шығар жіберің ұлыма. Соның ұшында қызлар, жақсылап тыңлаң. Бүгінше мен сіздермен бір ғана историямды бөлсемен, кейін қызық болса қолап кетің, кейін басқа историяларды айтып беремін. Құлас, бір күні, бір кәріс, симпатичный, нормальный кореец маған жазады сол сайтта. Атымызды сұрады, қалайсан, анау деп қадымгідей сөйлесіп. Құлас қадымгідей, қалай танысыз, сондай болып танысып, нормально болып сөйлесіп, сөйтіп жазып кеттік.
keyin bir 4-5 kunday tez-tezden жазып тұрдық, 4-5 күндей. Мен o адамның түрін көргім келді. Кәрсілерде андай, Кореяда андай в основном зат бар да, фотоға программаға түсіп алады да, андай сұлу болып, не қылып, сөйтіп живой өмірде кәдімгідей андай мұртлаш одещилар болып шығады өмірде. Соның үшін түрін көргім келді, енді қандай адам, расымен де сондай жақсы адам ба дегендей, не? Видеозвоноктан сөйлестік. Видеозвоноктан сөйлескенде мандай тек привет, қалайсың дегендей. Одан артық есат емес. Солай сөйлесіп, жарысып жүрген кезде бір күні маған бір күйеуім бір түрлі болды, андай бір затты сезгендей ма, менде алдын ондай зат болмайтын еді, адамға деген ондай нәрсе, енді андай жаман ойламайтын едім да адамға. Бір қатты бір күйеуіме сол бір сұрау кеп тұрды. Сол сұрауды қатты сұрағым келді жаңа адамнан. Адам бір закон менен ешқандай бір проблемасы жоқ бекен ай деген, білмеймін, мен өзімде сондай бір негедір маған сондай сұрау келді, расы. Мен өзімім кейін хайран боламын. Сұрап көрейінші деп не қылып, енді ол адам маған қатты жақсы адам болып көрініп, қатты жақсы адам болып сөйлесіп отырыпты да менен. Ондай адам девам ойламайсың, бірақ білмеймін, сол үшін ба, білмеймін, мен қатты сұрағым келді. Что-то не то деген зат болды да. Мен сұрадым. Кәрсілер көбінше, мен үйленгім келеді, түдейм, сондай қылып сөйлейді, андай. Я хочу иностранную жену, деп, сондай қылып. Хе, деп қоясың. Ол сұрауға деп қоясың. Енді аржана, яғай, деп кетпейсің, деп қоясың. Құлас мен одан сұрағым кеп тұрған сұрауымды, мен одан қойдым, бердім. Сіздің законмен ешқандай проблемаңыз жоқ па? Мен просто білгім келеді. Сіз менің жақын другым болып баратырсыз. Содан кейін мен сіз хақында білгім келеді деп не қыл. Сұрадым да, енді бір андай қыздардың хитрствосы болады. Кітай хитрствоңды қосып деп сұрайсың ғой. Сондай деп сұрадым. Құлас сөйтіп сұрадым, сіздің ешқандай законмен проблемаңыз жоқ па? Просто мен білгім келеді деп сұрадым. Кейін ол маған сен де менің жақын другымсың, соның үшін мен саған хәлесін айта берейін деп басылады. Құлас мен саған енді бір зат айтайын деді. Мен негедір маған сондай ой келді болғаны. Сондай айтып сұрағым келді. Білмеймін, өмірімде бірінші мәрте сондай болды менде. Кейін Құлас ол маған айтып басылады. Мен сондай қазір қамақ срогым менің уже бітіп жатырды. Үй қамағы деді ма, Құлас сондай деді. Неше жыл алдын Құлас үйіне, біздердің үйімізге ұры түсті. Менің ата-анамды қорқытып, пышақ тіреп тұрды. Жаңа үйді тонап кетпекші болды. Үйдегі хамы нәрсені алып кетпекші болды. Мен герой болып, ата-анамды қорғау үшін сол менен алыстым, ұрыстым, төбелестім. Кейін пышақты алып өлтіріп алдым деп. Сол адамды Құлас өлтіріп алдым деп айтты. Ана жерде мен деген ана SMS-ті оқып отырып, қолым деген деп вообще қатты қалдырап қалдым. Жүрегім ужас, мен қамақта, түрмеде сондай
андай адам менен ужас, қатты сол кезде мен деген қатты қорқып кеттім. Ана смсті көргеннен кейін мен қатты қорқтым расы. Білмеймін, может мен өйтіп қорқпас едім, егер басқа просто төбелесіп хулиганство болса, ондай может қорқпас едім. Адам өлтіру деген еще ол кезде мен жасым кішкентай. Адам өлтіру деген қатты андай, мен енді жасың тем более кішкентай қыздан ол кезде қатты андай қорқынышты болып көрінді. Баста, конечно, баста маған айтқан жоқ, я, менің ешқандай проблемам жоқ, неге ондай деп айтып отырсың деп не қылып айтты да. Кейін мен айттым оған деп түсіндіріп айттым. Сен бәрібір егер мен болмасам да басқа иностранкаға үйленетін болсаң, сенен сол мемлекеттің законы, например, ЗАГСың өтіп жатқан кезде сенен талап етіледі. Сенің жаңағы ешқандай законмен проблема болмаған деген справка сенен талап етіледі деп айттым, түсіндіріп. Содан кейін барып маған ол айтып бастады. Үлкен урок болды. Негізі одан да басқа историялар бар. Просто мен айтқым келіп отырғаны, сайтта в основном извращенецлар көп болады. Сілерге, может, жаңағы жақсы сөйлесіп отырған бір другларыңыз болуы мүмкін, 100% болады ондай. Бірақ менің советім сілерге сенбең, ондайларға даже сенбең. Жақсы болып, сілермен сөйлесіп, андай мощный сөйлесіп жатқан другларыңыз болса, сенбең вообще. Сол кейін мен оны хамы жерден блоклап тастадым, удалить етіп тастадым. Қорқтым, расы мен тауып алатын шығар деген, может енді сондай деп қорқтым. Құдайға шүкір, ондай есеп болған жоқ. Құлас, уақиям сілерге ұнаған болса, қоллап кеттің, iltimos. Және сондай историяларды көп шығаруға харекет етемін. Оның үшін сілерден маған қатты қолдауыңыз керек болады. Рахмет, пока.